Жазда ауырған жаман, одан да қыста ауырған жақсы. Қысын ауырып қайсы жақсы ғой дейсің, бірақ жазда ауырған жаман шынымен. Мына пияз екеш, пиязды айтам. Бұл да қымбаттапты ғой, тапшы дейді. Ойбой, осы қақпамда ғой деймін. Біздің өңірде пияз тапшылығы болмайды деп. Қамбамызда лықа пияз деген еді ғой. Мен не турап, не қайтып әңгіме айтады деп отыр солар, Осы басшыларға есеп бергенде кішкене ауыздарынан авария болмай берсеңдерші. Бізде пияз тапшылығы болмайды, біз 100% өртке дайынбыз деген қойсаңдаршы. Ешкім өйтіп өз-өзінен, сендер бүйтіп айтсаңдаршы, қазіргі таңда пиязға деген тапшылығы жоқ, бірақ алдағы уақытта елдің бәрі масқара пияз жегіш болып кетсе, онда білмейміз деп. Қазіргі таңда біз өртке сақадай сай дайынбыз, бірақ барлығы масқара лаулап атса, онда өз кім біледі десеңдер, енді Құдайдың жөні. Құдайдың алдына сөйлемесеңдерші, Мен айтам, біздің өзіміздің елімізде өсіп жатқан жаңа черешняң бар ма, клубникаң бар ма, малинаң бар ма деймін да. Сол анау құрлығы асып тропикадан келетін бананнан қымбат қой. Отанды бір қолдап жіберейін десең, ана Түркияның брендтер тіккен көйлектен қымбат қой біздің Қазақстанның тіккен көйлектері. Нақ біз өз-өзімізге жау болып кетеміз, Нақ олардікі арзанға түсіп жатады да, біздікі нақ қымбатқа түсіп жатады. Қыш, өздері білсін. Мына черешняның бәрін ішін ашсаң құрт дейді ғой. Масқара құрттар қаптап жүр дейді. Бұны да удай ақшаға сатып алдық. Ана балаларға айтып жатырмын. Ашпай ақ жей сал.